Tağdır degen minosu. Noktalı basqa geleten, her bir pende körötün. Ajal degen minosu, töbe bir gün ölötün. Жазмыштан озмыш озбаған, білгенге ғұмыр аздаған, бүгін барда ертең жоқ, орны қалып өзі болмаған. Талай есіл аттанған, арты жылап қақсанған, келместің мініп кемесін, кеткенді елі жоқтаған. Жылаттап мініп өтіпті, Bolat'ta uzap ketipti, eskanıp olup oturmuz, bağıştap jaksı tilekti. Kayta tarap çeşlerin, biletin sözdün astarın, serkesi yedi serinin, jauda odan kaçpagan. Bolat popay degende, körötün eli yegeydi, jüyrük kalam uşkuroy. Salatın sınga teleydi. Қазақтың салтын ақтырған, чындықты ғана жақтаған, ұлт еткен симолды, көркем тілмен баптаған. Өлдіге адам қимайтын, ақылға мүлде симайтын, Болаттың орны толама, адамды осы қинайтын. Талай кітап шығарған, Оштөкен қалай ғузардан, Babında edau қыраным, ойласам жүрек мұздаған. Табиғатқа ол құштарды, қиялы жүйрік ұшталды. Кеңсайдан тауып мекенін, тынысын тартып тоқталды. Пұрағы мініп жалғанның, қонағы болған Алланың, Тілеуін еткен дұрыс жан, жеңілдігін алған Рамазанның. Жұртына білім көп берген, еңбегі зая кетпеген. Ашықта жәннат есігі, Алласы өзі екшеген. Жасап келем дұғамды, күн сайын оқып Құранды, естіп жүр досым мәңгілік, қорғызы салған түрленді. Кешіреді Алла кінәңді, істерің сенің ұнамды, еліңе жаққан адамсың, сертінде Алла тұрғанды. Еліңе жаққан адамсың, Сертінде Алла тұрғанды. 2026 жылы Наурыз айының 13-і Болат Бопайұлының жылдығына арналды. Өлеңді жазып оқыған Құнанбай Байженұлы.